بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Зікірдің нәтижесі. Аллах Тағала Бақара сүресінің 152-ші аятында айтады: «Фазкуруни азкуркум», мені естеріңе алыңдар, мен де сендерді есіме аламын дейді. Ең ұлы зікірдің нәтижесі, ең ұлығы бұл Аллах Тағаланың өзінің құлын есіне алу. Қай уақытта? Фазкуруни, мен естеріңе алыңдар, азкуркум, егер құлы Аллах Тағаланы есіне алса. Сол сияқты Аллах Тағала Құдси хадисте келгенде айтады. Абу Хурайрадан келген хадис, Абу Хурайра айтып жатыр: «Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам қал», пайғамбар, Аллахтың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Яқулуллаху та'ала, Алла Тағала айтады дейді. «Ана инда занни абди би», мен құлымның ойындағандаймын дейді Аллах Тағала. Құлы қалай ойлайды Алла Тағала туралы, сондай болады екен Аллах Тағала. «Уана ма'аху иза закарони», мен құлыммен біргемін дейді. «Иза закарони», ол мені есіне алса дейді. «Фаин закарони фи нафси», егер ол мені іштей есіне алса дейді. «Закартуху фи нафси», мен оны іштей есіме аламын дейді. «Уаин закарони фи малаин», егер ол мені бір ортада, бір топта, бір мәжілісте есіне алса, ескерсе, зікір қылса, «Закартуху фи малаин хайрим минхум», «Закартуху», мен оны есіме аламын дейді, ескеремін дейді. «Фи малаин хайрин», одан да жақсы хайырлы ортада дейді. «Минхум», олардан да хайырлы дейді. Бұл хадис Бұхари мен Муслимде келген. Сол сияқты тағы бір Құдси хадисте Абу Хурайрадан келген. Абу Хурайра айтады: «Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам», Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. «Яқулуллаху та'ала», Алла Тағала айтады дейді. «Ана ма абди ма закарони», мен құлыммен біргемін дейді. «Ма закарони», ол мені есіне алған кезінде дейді. «Ва тахарракат би шафата», оның екі ерні дейді, мені еске алумен қимылға келгенде дейді. Мені еске алумен қимылға келгенде дейді. Ең ұлы нәтижесі Аллах Тағаланы зікір етудің бұл Аллах Тағаланы өзінің құлдарын есіне алуы. Сол сияқты нәтижесі зікірдің «Аллазина аману ва татмаинну қулубухум би зикриллах», Алла Тағаланы «Аллазина аману», олар дейді, иман келтіргендер дейді, «ва татмаинну қулубухум би зикриллах», олардың жүректері Аллах Тағаланы зікір етумен, еске алумен тыныштық тапқандар дейді. Жүректері тыныштық тапқандар дейді. Ең жақсы нәтиженің бірі бұл адамдардың жүректерінің тыныштық табуы. Яғни Алла Тағаланы зікір етумен, еске алумен тыныштық табуы. «Ала би зикриллахи татмаиннал қулуб», Алла Тағаланы еске алумен жүректер тыныштық таппай ма дейді Аллах Тағала. Осыдан біз аяттардан көргеніміздей зікірдің нәтижесі осылар болып табылады. Аллаху тағала алам.